Дидактикалық ойындар. Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен дидактикалық ойындармен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Дидактикалық ойындар. Достар, біздер қазір балаларға зымыран ойынын ойнататын боламыз. Бұл ойын арқылы бала 1-ден 10-ға дейін санауды үйренеді. Екі бумаганы біріктіреміз және зымыранның бөліктерін бір-бірлеріне біріктіретін боламыз. Балалардың саусақ моторикасын дамытуға арналған ойын түрлерін ұсынатын боламын. Саусақ жаттығуларының мағынасы туралы кітаптарда аз айтылған жоқ. Саусақ жаттығулары есте сақтау және назар аудару қабілеттерін дамытады. Тақпақты саусақ жаттығулары арқылы ырғаққа ілесіп қимылдатуы баланың сөйлеу ырғағының қалыптасуына көмектеседі. Сондықтан ойынды ерте жастан бастап ойнатқан жөн. Саусақ ойындары сөйлеу лексикасының, сөздердің өзара байланысының шыңдалуына себепші. Яғни бала диалогты дұрыс жүргізуге, түсінікті дұрыс айтуға көмектеседі. Мынадай суреттер арқылы арнайы пазл ойынын балаларға ойнатамыз. Осы арқылы бала көкөністердің атауларын және құрастыру арқылы баланың ақыл-ойы шынығатын болады. Пазл дегеніміз бас қатырғыш, адамды ұшқыр ойлауға үйрететін һәм логикасын дамытатын ойын түрі. Ойын үлкен көлемді біртұтас суреттің жеке-жеке бөліктерін жинап құрастыру арқылы жүргізіледі. Балаларға тазалықты сақтау, яғни жеке бас гигиенасын сақтау мақсатында ең таза қолдар ойынын ойнатуыңызға болады. Ол ойын үшін біздерге арнайы экранның суреті, қолдың суреті және вирустар қажет. Қазір мен сіздерге керемет лайфхак көрсететін боламын, менімен бірге болыңыздар. Балаға қолын жууға қалай көмектесуге болады? Одан әрі балалармен қол жууды жеңіл және көңілді процеске қалай айналдыруға болатыны жайлы ақпаратты ұсынатын боламын. Қол жуу процесін жеңілдетіңіз. Вирустарды қоямыз қолға. Егер қолыңды жумасаң, балаға ескертеміз, егер қолыңды жумасаң, сенің қолыңда осындай вирустар жүреді. Ал сен егер қолыңды тап-таза етіп жуатын болсаң, сенің қолың әлемдегі ең таза қолдардың бірі болады деп айтып үйретіңіз балаңызға. Осы лайфхак сізге ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыз. Әлі көптеген лайфхактармен бөлісетін боламын. Балаға сандардың графикалық көрінісін есте сақтауға қалай көмектесуге болады? Көбінесе бала 1-ден 10-ға дейін жақсы санайды. Бірақ ол суретте көрсетілген санды өз бетінше таба алмайды. Ол үшін фигураның графикалық бейнесі күрделі дерексіз ұғым ретінде қалыптастыра алуыңыз қажет. Дерексіз ойлауды дамыту оңай процесс емес. Балалар бір-біріне сәл ұқсас сандарды шатыстырады. Мысалы 6 мен 9, 3 және 8, 4 және 7 сандарын. Және бұл мәселені ешқашан назардан тыс қалдыруға болмайды. Балаға мұндай қиын графикалық бейнелерді түсіну үшін көмек қажет. Егер бала қандай да бір затқа немесе жануарға ұқсастығын таба алса, санды есте сақтау әлде қайда жеңіл болады. Мысалы, қарындаш үшін 1-лік, аққуға 2-лік, көбелекке 3-тік, орындыққа 4-тік, ілмекке 5-тік, құлыптау үшін 6, шөп орағы үшін 7, аққала үшін 8, жіп салынған тоқаш үшін 9, қарындаш пен тоқашқа 10-дық. Сіздермен болған Әсем Нұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.